Ахмет Байтұрсынов ұлт ұстазы. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт жанашыры, алты алаштың ардақтысы, қоғам қайраткері, қазақтың рухты ақыны, мысалшы, түркітанушы, публицист, домбыра, скрипка тартқан, пианинода да ойнаған, күреске де қатысып палуан атанған, бір сөзбен айтқанда, сегіз қырлы, бір сырлы ұлттық мәдениетіміздің мақтанышы. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, қазақ газетінің бас редакторы, ұлт азаттық көтерілісінің жетекшілерінің бірі әрі көсемі, Алаш партиясының мүшесі, және де Ташкент, Алматы қалаларының жоғары оқу орындарының профессоры болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Торғай алқабындағы Сарытүбек деген жерде 1873 жылы беделді Байтұрсын Шошақұлының шаңырағында дүниеге келген. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектеп училищесіне оқуға береді. Кейіннен Ахмет Байтұрсынұлы 1891 жылы Орынбордағы 4 сыныптық мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынұлы Ақтөбе, Қостанай және де Қарқаралы уездерінде оқытушы, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарған. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ балаларының сауатын ашу негізінде қазақ тарихындағы ұлттық әліпбиді жазған кісі болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлы ұлттық әліпбиді қазақ тіліне, табиғатына ұқсас араб жазуына жазып негіздеген. Ахмет Байтұрсынұлы мектептегі оқушылардың да сауатын жалғастыру мәселесіне бойынша қазақ тілі пәнін оқулықтарын жазуды жалғастырған. Ахмет Байтұрсынұлы ұстаздық қызметімен қатар ұлттық сипаты бар қызметтерді атқара жүрген. Сонымен қатар ол 1917 жылы Алаш партиясының мүшесі болып табылады. Алаш партиясы негізінде ол мемлекеттік істерге араласады. Сонымен қатар қоғамдық ойларға да өз пікірін білдірген ірі тұлғалардың бірі болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлы ағартушы, қазақ газетінің редакторы болып табылады. Тағайындалғаннан кейін Ахмет Байтұрсынұлы қазақ газетін 5 жыл бойы өз қаражатынан шығынын өтеп отырады. Қазақ газеті негізінде халықтың ойын өзгертуге үлкен ықпал еткен баспалардың бірі болып табылады. Негізінде Ахмет Байтұрсынұлы қазақ газетінде ұлттық ойларға, халыққа ой сала қойып, өзіндік ойларын еркін білдірген ірі тұлғалардың бірі болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы Ұлы Абайға қазақтың бас ақыны атты мақаласын жазып шығарған. Ахмет Байтұрсынұлы қоғам қайраткері. Халықтың басына іс түскен кезде Ахмет Байтұрсынұлы күндіз ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылған. Ахмет Байтұрсынұлы халық намысын ояту мақсатында масадай ызыңдап халықты ояту үшін өзінің екінші кітабын 1911 жылы Маса атты кітабын жарыққа шығарады. Алайда Ахмет Байтұрсынұлының ең алғашқы кітабы болып 1909 жылы жарық көрген 40 мысал атты аударма кітабы болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлы негізінде өзінің шығарған баспаларында, кітаптарында өзінің ойын еркін білдірген ірі тұлғалардың бірі. Ахмет Байтұрсынұлы негізінде ұстаздық қызметімен де қатар ұлттық істерге де араласа жүрген. Ресей шаруаларын қазақ даласынан үзілді-кесілді тоқтату ойға алынған болатын. Сол кезеңде Ахмет Байтұрсынұлы 1909 жылы жандармдық бақылауға алынып, Семей қаласындағы түрмеге жабылады. Кейіннен 1921 жылы антисоветтік қызметіне кетіп, саясаттан кетеді. Сонымен қатар 1929 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Алматы қаласында тұтқынға алынады. 1926 жылы Қазақстанның Ресейден бөліну жоспарын жүзеге асыру мақсатында Мұстафа Шоқаевпен бірге байланыс орнатуға тырысты деген жала жабылып, Мәскеудегі Бутырка түрмесіне жабылады. Кейіннен Ахмет Байтұрсынұлын өлім жазасына кеседі. Бірақта мәселеге Максим Горький араласып, Ахмет Байтұрсынұлы 1934 жылы бостандыққа жібереді. Арада 3 жыл салған соң Ахмет Байтұрсынұлын репрессияның жаңа толқыны басталып, Ахмет Байтұрсынұлын қайтадан тұтқынға алынады. Тұтқынға алынғаннан кейін Ахмет Байтұрсынұлы 8 желтоқсан күні ату жазасына кесіледі. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт көсемі, ұлт ұстазы, сонымен қатар өз ойы, ісі және де сөзі тек қана бірлікте болған ұлы тұлғалардың бірі.